Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы ұлты ылықтаған ұлы тұлға. Яғни тұңғыш елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жайлы болмақ. Сабағымыздың мақсаты қазақ халқының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өмір жолы, туып өскен, оқып білім алған, қызмет еткен жерлері туралы мағлұмат бере отырып, ат үстіндегі ғұмыр атты деректі фильмді талдау. Елбасының еліміздің даму жолындағы өнегелі істері мен еңбектерінен үлгі алу. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқан екен: "Мен өз халқымның жолында басымды бәйгеге тіккен адаммын. Маған ары үшін жанын садаға ететін осындай текті халыққа, мені ұлым деп, перзентім деп төбесіне көтерген халыққа, арғы бергідегі қазақ баласының бірді-бірінің пешенесіне бұйырмаған бақытты, толыққанды тәуелсіз мемлекет құрудың қасында болу бақытын бұйыртқан халыққа қызмет етуден артық ештеңенің керегі жоқ. Осы жолдан мен бойымдағы бар қайрат қабілетімді, білім білігімді аямай жұмсаймын, қандай да тәуекелге барамын" деген екен. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысының Қарасай ауданына қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. Оған әке-шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Сәбиге ат таңдаудың өзі жатқан бір хикаяға айналды. Тойға жиналған ағайын туыс түрлі есімдерді тұс-тұстан айтып жатты. Ең ақырында жаңа туған ұлдың әжесі Мырзабала мынадай ұсыныс білдірді: "Менің сүйікті немерем екі бірдей есімді алып жүрсін, оның аты Нұрсұлтан болсын" деген екен. Әкесі Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде өмірге келген. Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болды. Анасы Әлжан 1910 жылы Жамбыл облысында молданың отбасында дүниеге келді. Жасөспірім шағында Нұрсұлтан тек өз сыныбындағы ғана емес, мектептегі ең үздік оқушының бірі болды. Сабақты зор ынта, ықыласпен оқыды. Ол әсіресе ежелгі аңыздар мен бабалардың наным сенімдері туралы үлкендер айтатын әңгімелерді ықыласпен тыңдады. 1991 жылдың 1 желтоқсанында тұңғыш рет Қазақстан Республикасы президентінің жалпы халықтық сайлауы өтті. Сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев басым дауыспен жеңіске жетті. Осы тәуелсіз еркіндікте өмір сүруге біз қалай жеттік? Кімдер арқылы жеттік? Тарих бетіне үңілсек, ол өте ұзақ жылдар бойы ата-бабамыздың қасық қаны қалғанша аянбай күресіп, елім, жерім, ұрпағым деп, балаларым тыныш өмір сүрсін деп бізге тәуелсіз мемлекет сыйлады. Осындай көп ұлтты мемлекет басқару оңай емес. Мемлекетімізді басқару 1991 жылы 1 желтоқсанда біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бұйырған екен. 91 жылы 1 желтоқсанда алғаш рет Қазақ СССР президентінің жалпы халықтық сайлау өтіп, ол сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел президенті болып сайланғаны баршамызға мәлім. Яғни өз тағдырын өзі айқындауға алғашқы қадам жасаған Қазақстан үшін 1 желтоқсан мемлекеттілік тарихының мерейлі күні саналуға орны лайықты. Жоғары парламенттің бекітуімен 2012 жылы 1 желтоқсан Қазақстанда алғаш рет тұңғыш президент күні мемлекеттік мереке ретінде аталып өтіп, бұл баршамыз үшін қуанышты оқиға болды. Елбасына деген ел құрметін айрықша айқындауға арналған бұл мерекенің дәстүрлі іс-шараға айналуға орны бар екенін шынайы сезіммен айтып өтуге тура келеді. Биыл міне тағы да осы мерекені 8-ші рет атап өтпекпіз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қаскелең ауданы Шамалған ауылында дүниеге келген. Атасының есімі Назарбай, әкесінің есімі Әбіш, анасының аты Әлжан. Нұрсұлтан деген есімді әжесі Мырзабала берген екен. Нұрсұлтан 5 жасқа толғанда Жамбыл атаның ақ батасын алған. Ол Қаскелең қаласындағы Абай орта мектебін бітірген. Мектепте озат үлгілі оқушы болған.
Еңбек жолын Теміртау қаласында темір балқытушы болып бастаған. 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинаты жанындағы жоғарғы техникалық оқу орны, 1976 жылы партия мектебін бітірген. 1991 жылы 1 желтоқсанда біздің отанымыздың тұңғыш президенті болып сайланды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2010 жылы 15 маусымнан бастап заңды түрде елбасы мәртебесіне ие болды. Ол осы жетістігіне өзінің табандылығы мен еңбекқорлығының арқасында жетті. Мемлекеттігімізді орнатып, елін де әлемге жария етіп, заманның аса дарынды тұлғасы. Аумалы төпкелі алмағайып заманда мың өліп, мың тірілген қазақ үшін 3 ғасыр бойы іздеген мұратына да, арманына да Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұсында жеттік. Билік тізгінін қолына ұстаған жылдардағы президентіміздің жарқылдаған келбетін, биік болмысын, кемел дарынды ел басшысы ретінде көсемдік қасиеттерін бүгінгі ұрпақ жақсы білуі тиіс. Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіздік барлық қазақстандықтар үшін аса қасиетті құндылық. Жұмыла отырып біз тәуелсіз, өркендеген, саяси тұрақты Қазақстанды құрудамыз. Мен өз халқымды сүйемін, оның мәні бала кезімнен сабыр мен парасатқа баулығанын мақтаныш тұтамын, деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Елбасының негізгі мақсаты ел бірлігін сақтау деп білеміз. Оның әр сапарынан, әр кездесуінен осыны аңғаруға болады. Осы сайланған жылдар ішінде асқан төзімділікпен қыруар шаруа атқарылған болатын. Ең әуелі өзге ұлт өкілдерімен қазақ ел арасындағы саяси тұрақтылықты сақтай отырып, халықтың өз қазынасын өзіне қайтаруға тырысқан болатын. Мемлекетіміздегі жоғарғы лауазым президенттік қызмет елдің, халықтың үміті мен сенімін бабалар аманаты арқылаған ең жауапты, ең қиын міндет. Бұл қызметті отаны мен халқын шын сүйетін, ұлттық тілі, тарихы мен мәдениетін құрметтейтін, елі үшін отқа түсетін нағыз азамат, патриот қана атқара алады. Бұл елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазақстанның болашағы білімді жастармен, дейді елбасымыз. Сондықтан да балалар біздің алдымызда тек қана бір ғана талап, міндет ол білім алу. Білімді болсақ қана біз өз жолымыздан ешқашан адаспаймыз, тура жүріп түзу өмір сүреміз деп білеміз. Мен өз халқымның жолында басымды бәйгеге тіккен адаммын. Маған ары үшін жанын садаға ететін осындай текті халыққа, мені ұлым деп, перзентім деп төбесіне көтерген халыққа, арғы бергіден қазақ баласының бірде-бірінің пешенесіне бұйырмаған бақытты, толыққанды, тәуелсіз мемлекет құрудың қасында болу бақытын бұйыртқан халыққа қызмет етуден артық ештеңенің керегі жоқ. Осы жолда мен бойымдағы бар қайрат, білім-білігімді аямай жұмсаймын, қандай да тәуекелге барамын, деді Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Осындай тәуелсіз еліміздің намысын қорғайтын, бүгінімізді ертеңіне жалғайтын, қазақ елінің болашағы үшін жауап беретін ұрпақ екенімізді сезінеміз. Білім алушылар, келесі кезекте ат үстіндегі құмыр атты елбасымызға арналған деректі фильмге назар аударыңыздар. Адам баласының ортақ отауында, осы ғаламшарда қанша мемлекет болса, сонша президент бар. Олар әр түрлі. Шыдамсыз да, өз халқына ұнамсыз да бар. Ең бастысы, халқының бағына, ұлтының арына кір келмеуін өмірлік мүддесіне айналдырған ақылдылары бар. Сол ақылдыларының арқасында мына әлемнің бейбітшілігі өз діңгегінен ажырамай тұр. Бірақ сол
Ақылды адамның болмысы қайдан бастау алады? Ананың ақ сүтінен бе, әлде әкенің тәрбиесінен бе? Ол да рас. Бірақ ел ортасында елене бермейтін бір фактор бар. Ол ұлт тамырымен байласып, ғасырлардың толғағынан, дәуірлердің салмағынан жаншылмай өткен ұлттық код. Туған халқының тамыры. Әсілі, адам соны сезіне алса, ұлы істердің бастауына тағдырдың өзі алып барады екен ғой. Қазақтың бағына Нұрсұлтанды берді. Аты мен затын келістіріп берді Аллам. Қазаққа өлер кезде бас болып, ғасырдан ғасырға шашау шығармай, алып өткен қайраткерлігін тарих дәріптей жатар. Ал біз бүгін ел ортасында көп айтыла бермейтін елбасының екі қасиетіне тоқталғымыз келеді. Сіздер білесіздер ме? Елбасының қолы босай қалса жүйрік мініп, жорға жарыстырады. Биіктерді бөктерлеп, жылқы жалында жүріп, ойға шоматыны бар. Себебі бесік жасынан өте сап, қолына қамшы, қанжығасына қасқыр бөктеретін бабаларының жауынгер қаны мен дала заңы біздің елбасының бойында бар. Үшқоңыр Алатаудың қойнауында әкемнің ізі қалған жайлауында қасқа су бүргір тасып күлер келіп арқарлар жайылатын аймағында. Қазақ егерде біреу жылқы тектес, жылқы мінездес десе, кәдімгідей қуанып қалатын халық. Көшпенділер мен жылқы түлігі егіз ұғымдай айтылады. Көшпенділер қауымын атлар әулеті деп те атаған бір ғасырларда. Өйткені ұлан-ғайыр даланың, ұлан байтақ өлкенің, ұлы тұрғындарының тыныс тіршілігі, өмір салты, өнер білімі, әдет ғұрпы, салт санасы, салтанаты, бір сөзбен айтқанда бүкіл мәдениеті жылқы түлігімен тығыз байланысып жатады. Қазақ үшін лауазым шеннің, мансап биліктің де биік шыңы аттың үсті. Өмір бойы өнегелі ісімен үлгі болып, халқының қамын жеген ел ағасын ат үстінен түспеген жан дейді қазақтар. Ендеше бейбітшіліктің бағдары біздің елбасының мәртебе төрі де сол аттың үсті болсын деп тілейік. Ат үстіндегі ғұмыры алашының алақанында биіктесін. Көк тудың желбірегені қазақтың асқақ беделі, махаббат қайрат екеулеп шымырлатқан денені. Көк тудың желбірегені. Мінеки білім алушылар, елбасы туралы деректі фильмді көрдік. Сіздер бұл фильмнен не түсіндіңіздер? Елбасының қандай қасиеттерін айтып өтті? Бірнеше студент өз пікірлеріңізді білдіре кетсеңіздер. Менің бұл бейнероликтен түсінгенім Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың атқа құмарлығы, ол аттың құлағында жақсы ойнаған кісі болған. Аттың құлағында жақсы ойнаған кісі болған. Және ол оның адалдығы және достығы туралы айтылған. Ол Үшқоңыр ауылында дүниеге келген. Сол Үшқоңыр ауылындағы мектептегі класстастармен әлде араласып тұрған, бір дастархан басында отырып, әлі күнге дейін сырласып бір-бірлерімен жастық шақтарын еске алып, сондай адал және достықты өте жақсы бағалайтын әділ кісі болған. Бұл жерде, бұл бейнероликте
тек қана Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты ғана емес, бүкіл қазақтың жақсы жағын да көрсетті деп мен ойлаймын. Қазақстанымыздың тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ең басты елбасымыздың достыққа адал жұмысына берік көп ұлтты адамдар Қазақстанда тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бүкіл әлемге Қазақстанды танытты, Қазақстанымыздың еңсесін көтерді. Елбасымыздың мінезі жылқы тектес, достыққа адал, ақкөңіл, кең пейіл, тағы басқа қасиеттерін айтуға болады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әрдайым өз халқын алға сүйреп, қиын қыстау кезеңде қазақ халқын біріктіріп, осы күнге шейін әкелді. Қазақ елін барша әлемге танытып, салт-дәстүрлерін өркендетті. Қазақ елі көп ұлтты болса да бірін-бірін құрметтеп, достықта жүр. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үлгі тұтатын қасиеттерінің бірі ата-бабамыздан қалған қазақтардың серігі жылқы түлігін құлағында ойнап, жүйрік мініп, жорға жарыстыратындығы және достыққа адалдығы. Құрметті білім алушылар, бүгінгі тәрбие сағатымызды мына бір өлең жолдарымен аяқтағым келіп отыр. Ауыр күнді артымызға тастауы, қиын сәтте қиындықтан қашпауы, тілін, дінін, ұлтын қайта көтерген елбасымыз Нұрағанның бастауы. Бүгінгі тәрбие сағатымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.